дұрыс күйде мәміле жасау, көркем мінезді болу. Сол үшін де осыдан кейін мына хадистің мағынасын түсінуге болады. Мән ла ярхам ла юрхам. Имам Бұхари жеткізеді осы хадисті. Кім мейірімділік танытпаса, оған да мейірімділік жоқ дейді. Яғни оған да тағы бір хадис бар ғой. Қандай? Мән лам ярхам сағирана ва лам юкаббир кабирана. Сатыспен солай бар. Кім біздің үлкендерімізге құрмет көрсетпейтін болса, жасы кішілерге ізеттілік танытпайтын болса, ол бізден емес дейді. Міне, мысал қаншама хадисте бәрінде келеді. Мысалы, енді кім мейірімді болмайды? Валам юаққир кабирана. Валам юаққир кабирана. Менде бір хадис айтып жіберейін. Инна рифқа ла якуду фи шайин илля зана, ва ла юнзау мин шайин илля шана. Қандай да бір іске жақсылық арасатын болса, мейірімділік, онда ол көркейе береді. Көріктене түседі. Егер қандай да бір істен мейірімділік алып қойған болса, ол ұсқынсыз болады, көркісіз. Мысал көп, қараңыздар. Айтып жатырмыз хадистер, мысал көп.